Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ағылшын тіліндегі интермедиат деңгейіне арналған 3 сөзді үйренетін боламыз. Видеоны қарамас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші үйренетін сөзіміз extinct. Бұл сөзді ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: No longer exist anywhere on earth. Яғни жер бетінде бұдан былай болмайтын нәрселерді айтқанда қолданамыз. Қазақ тілінде жойылу деген мағынаны білдіреді. Мысалға қарайық. Many species are at risk of becoming extinct due to deforestation. Ормандардың кесілуіне байланысты көптеген түрлердің жойылу қаупі бар. Екінші үйренетін сөзіміз capture. Ағылшын тілінде бұл сөздің өте көп мағынасы бар. Бірінші мағынасын ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: To get control of a place with force. Яғни бір орынды күшпен басқару. Қазақ тілінде басып алу деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. The army planned for months to capture the enemy fortress. Әскер жау бекінісін басып алуды айлар бойы жоспарлады. Келесі екінші мағынасын ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: To catch someone and make them your prisoner. Яғни біреуді ұстап, өзіңнің тұтқының ету. Қазақ тілінде тұтқындау деген мағынаны білдіреді. Мысалға қарайық. The police were able to capture the thief after a high-speed chase. Полицейлер ұрыны жылдам қуғаннан кейін тұтқындай алды. Келесі үшінші мағынасын былай деп түсіндіреді: To show or describe something successfully using words or pictures. Яғни суреттерді немесе сөздерді қолдану арқылы суреттеу немесе көрсету. Мысалға назар аударайық. The journalist's article captured the complexity of the political situation. Журналистің мақаласы саяси жағдайдың күрделілігін көрсеткен. Ал енді осы capture сөзіне байланысты тіркестерге назар аударайық. Мұндай тіркестерді ағылшын тілінде word partners деп атайды. Бірінші тіркес capture somebody's attention or imagination. Бұл тіркесті ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: To make someone very interested or excited. Яғни біреуді өзіңе қызықтыру. Қазақ тілінде біреудің назарын аудару деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. The teacher used colorful visuals to capture the students' attention during the lesson. Мұғалім сабақ барысында оқушылардың назарын аудару үшін түрлі түсті көрнекіліктерді пайдаланды. Келесі тіркес capture someone's heart. Бұл тіркесті ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: To make someone love you. Қазақ тілінде біреудің жүрегін жаулап алу немесе біреуді өзіне ғашық ету деген мағынаны білдіреді. Мысалы, The singer's voice captured the hearts of millions. Әншінің дауысы миллиондаған адамның жүрегін жаулап алды. Және тағы бір мысалға назар аударайық. The little town captured your heart with its friendly residents. Шағын қала өзінің қонақжай тұрғындарымен оның жүрегін жаулап алды. Келесі үйренетін үшінші сөзіміз in danger. Бұл сөзді ағылшын тілінде былай деп түсіндіреді: To put someone or something in danger or at risk of harm. Яғни біреуді қауіпті жағдайда қалдыру немесе зиян келтіру. Қазақ тілінде қауіп төндіру деген мағынаны білдіреді. Мысалға қарайық. Smoking can endanger your health over time. Темекі шегу уақыт өте келе денсаулығыңызға қауіп төндіруі мүмкін. Келесі мысал. Reckless driving can endanger not only your life, but the lives of others. Көлікті абайсыз жүргізу сіздің өміріңізге ғана емес, басқалардың да өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Келесі тағы бір мысалға назар аударайық. Failing to wear a helmet while biking can endanger your safety. Велосипед тепкенде шлемді кимеу сіздің қауіпсіздігіңізге қауіп төндіруі мүмкін. Міне осымен бүгінгі видео сабақ өз мәресіне жетті. Бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал қазірше сау болыңыз.